Қыздар, сәлем. Бүгін біз сіздермен тағы да керемет маска жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керек осындай сап-сары свежий сәбізге қажет болады, жұмыртқа қажет болады және қаймақ керек болады. Ал енді іске кірісеміз. Қыздар, міне осылай сәбізді бөлікке бөліп, оны қазір блендерден езіп, біз одан сок жасап алатын боламыз. Сәбіздеріңіз барынша балғын болғаны дұрыс және қызыл болғаны дұрыс. Міне осылай сәбізімізді блендердің ыдысына жұқалау етіп турап шығамыз. Қазір езіп, оның согын алатын боламыз. Міне енді езіп аламыз. Аздап су қосып жібереміз. Қыздар, міне сәбізді блендерлеп алдық. Бізге бұның азғантай бөлігі ғана қажет болады. Қазір осының аздап бөлігін ыдысымызға салып алатын боламыз. Сәбізіміздің соғын шығарып алдық. Бұл жерде бір ас қасықтай соқ шығады. Міне ыдысымызға құйып алдық. Қараңыздар. Енді оның үстіне қазір жұмыртқа қосамыз. Міне қыздар, енді оның үстіне осылай бір жұмыртқаның сарысын қосып жібереміз. Қыздар, енді оның үстіне осылай кез келген қаймақты қосамыз. Бұл жерде бір шай қасық қаймақ қостық. Енді осы маскамызды, үш затымызды жақсылап біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Дәл осылай бір жасап қойсаңыздар, осы маска сіздерге холодильникке салып қойсаңыздар, бір аптаға дейін жетеді. Яғни күнара жасасаңыздар болады. Бір күн жасап, бір күн демалып. Бұл маска не үшін қажет? Негізі беттегі біздер жұмыстан шаршап келген кезде бетімізде бір шаршағыштық пайда болып, немесе бір бетіміздің реңі қарайып қалған кезде дәл осы масканы жасайтын болсақ, бетіміздің түсі ағарып, майда әжімдердің барлығы жайлап жазылып, егер үзбей жасайтын болсаңыз әрине, және бетіңіз жылдырап балғын күйде болатын болады. Міне біздің маскамыз дайын болды. Енді осыны бетімізге жағып шығамыз. Қыздар, бізге осындай щетка қажет болады. Осы щетканың көмегімен қазір бетімізге жағып шығатын боламыз. Әрине бетімізді тазартып аламыз. Ең алдымен гидрофильді масламен, одан соң пенкамен бетті тазалап болған соң таза құрғақ теріге жағып шығатын боламыз. Не осылай маңдай бөлігінен бастап беттің барлық бөлігіне бір келкі етіп жағып шығамыз. Қараңыздар, осы жаққан маскамызды бетімізде 15 немесе 20 минутқа ұстаған соң жылы сумен жуып тастайтын боламыз. Қазір жайлап көктем мезгілі жақындап келе жатыр, сондықтан осылай үй жағдайында бетімізге әртүрлі маскалар жасап, күтім жасауымыз өте қажет. Себебі әйел кісілер білесіздер, әйел кісінің бетіне қарап, оның мойнындағы әжімдеріне қарап, жасының қанша екендігін анықтап баға беріп жатады. Сондықтан өзімізді жас күйде сақтауымыз үшін осылай қолжетімді заттардан үйде маскалар жасап тұрсаңыздар өте керемет болады. Бетіміздің барлық бөлігіне жағып болдық. Мойын бөлігіне де жағуды ұмытпаймыз. 15-20 минуттан кейін бетімізді жуып тастайтын боламыз. Қыздар, міне қазір бетім қатты болыпты, сөйлеген қайсыз. Арада 15 минут уақыт өтті. Енді бетіміз жылысымен жуып тастаймыз.
бетіміз жылы сумен жуып болды. Енді осылай пенкамен тағы да бір көпіршітіп жуып алатын боламыз. Менде корейский пенкалар осылай ызғантай бөлігін алып көпіршіп кетеді. Осылай пенканы қолданған кезде қыздар міндетті түрде көпіршікпен жуу керек. Бетті жуып атқанның өзінде уже кәдімгідей бетімнің жұмсап қалғанын сезіп жатырмын. Осылай бетімізді пенкамен жақсылап жуып шығамыз. Бетімізді осылай қағаз сүлгімен сүртіп аламыз. Бетті барлық адам сүртетін сүлгімен сүртуге болмайды, қыздар. Өздеріңізге арнайы осындай қағаз сүлгілер алғаныздар, өте ыңғайлы. Бір рет қана пайдаланасыз. Бетті қатты мұжғылап та сүртпейміз, жай ғана тек беттегі артық суды алып кептіріп аламыз. Не қыздар, маскадан кейін бетіңіз осылай жылтырап тұрады. Негізінен бетімде өз осындай сепкілдер бар, сондықтан бетіне дым өзгеріс болмапты деп ойлап қалмаңыздар. Себебі ол бетімдегі өзімдегі сепкілдерім және босанғаннан кейін пайда болған дақтар, осындай маскалардың көмегімен негізі үй жағдайында осы дақтарды кетіріп жатырмын. Қараңыздар, кожа кәдімгідей свежий болып ағарып қалды. Мынау камера енді прям 100% эффектіні көрсетіп тұрған жоқ, бірақ өзіме кәдімгідей кожам ағарып, жұп-жұмсақ болып тұрғаны көрініп тұр. Міне осы маскадан кейін енді өздеріңіздің түнгі бет күтімін жасай бересіздер, яғни эмульсия кремдеріңізді жағып ұйықтай берсеңіздер болады. Ал енді біздің егер бүгінгі жасаған маскамыз ұнаған болса, онда біздің Ақтастырхан YouTube арнасына міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта керемет бет күтімімен сіздермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.